Сәлем достар, сіз денсаулық құпиясы арнасындасыз. Бүгін біз бәріміз жақсы көретін, бірақ пайдасы толық білмейтін жеміс алма туралы айтамыз. Неліктен күніне бір алма жесең дәрігер қажет емес дейді, ендеше бірге білейік. Алма С дәруменіне өте бай. Ол ағзаны суық тию мен вирустардан қорғайды. Көз және қыс айларында алма жеп жүрсеңіз, иммунитетіңіз мықты болады. Алмадағы клетчатка мен антиоксиданттар жүрек пен қан тамырларын қорғайды. Холестерин деңгейін төмендетіп, қан айналымын жақсартады. Күніне 2 алма жейтін адамдардың жүрек ауруына шалдығу қаупі төмен болады. Алма құрамындағы пектин ішектің жұмысын жақсартады. Бұл табиғи талшық ағзаны артық қалдықтан тазартады. Ашқазан мен ішек ауруларын алдын алу үшін алма жеу ең қарапайым тәсіл. Алма артық салмақтан сақтайды. Алма калориясы аз, бірақ ұзақ уақыт тоқтық сезім береді. Тәттіні алмаға алмастырсаңыз, артық салмақ жиналмайды. Фигураны сақтағысы келетіндер үшін алма нағыз пайдалы десерт. Алма құрамында А, Е және С дәрумендері теріні тегіс, таза және жарқыраған етеді. Ол коллаген түзілуіне көмектеседі. Теріңіз жас әрі сергек болсын десеңіз, күнде бір алма жеп тұрыңыз. Алмадағы кварцетин заты есте сақтау мен зейінді жақсартады. Бұл мидың қартаюын баяулатады. Сондықтан ой еңбегімен айналысатындарға алма таптырмас тағам. Алма ағзадан токсиндерді шығарады. Бауыр мен бүйрек жұмысын жеңілдетеді. Күніне бір алма ағзаны табиғи жолмен тазалаудың ең оңай тәсілі. Міне достар, қарапайым алма денсаулықтың нағыз қайнар көзі. Ол иммунитетті көтеріп, жүректі қорғайды, тері мен миды жақсартады. Бүгіннен бастап әр күніңізді бір алма жеуден бастаңыз. Денің сау болса, өмірің бақытты. Егер бейне ұнаса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Келесі видеода басқа пайдалы тағам туралы айтамыз.